Ақжайық ауданының Чапаев ауылына кіреберіс жолды орташа жөндеу жұмыстары қарқын ала түсті. Бірнеше жыл жібі түзу жөндеу көрмеген жолдың 1,5 шақырым бөлігіне асфальт төсеу басталды. Шілде айының соңында жұмыс аяқталып, көлік қозғалысы қалыпқа келтіріледі. Бұрын жол бойындағы шұрық тесікпен опырылған ойықтардан көз сүрінетін еді. Қазір кем-кетігі жамалып, көше тақтайдай тегістелуде. Жауапты мамандар құрылыстың бел ортасында жүріп, сапасын ұдайы бақылауда. Сондай-ақ жол белгілерінің, су өткелдерінің талапқа сай орнатылуына да назар салуда. Чапаев ауылының кіреберіс жолын орташа жөндеу жұмыстары жүргізуде. Жалпы ұзындығы 1,6 шақырым. Күні бүгінге жолдың үстіне асфальт бетон төсеу жұмыстары жүргізуде. Мердігердің мәлімдеуінше жөндеу жұмыстарына жергілікті тұрғындардан 6 адам тартылған. Жолдың ені 7 метр. Сәуірде басталған жөндеу жұмыстарының тәмамдалуы қазан айына жоспарланған. Дей тұрғанмен мердігер уақытынан бұрын, яғни шілде айында нысанды тапсырмақ. Келісім шарт бойынша 6 айға жоспарланған болатын, бірақ халықтың сұрауы бойынша бар күшімізді салып, осы 2 айдың төңірегінде бітіреміз бе деген ойымыз бар. Биыл Чапаев ауылын абаттандыру бойынша атқарылар шаруа ауқымды. Атап айтқанда 2,5 километр жаяу жүргіншілер жол салынып, 350 баспаналық жаңа шағын ауданда 3,4 шақырым асфальт төселеді. Сондай-ақ жалпы ұзындығы 5 километр ауыл ішілік жолды күрделі жөндеу жоспарда. Гүлсара Марат, Нұртай Батырғалиев, Ақжайық телеарнасы.